Сәлем бәріңізге. Өте керемет дәмді, балаларға, отбасының әр мүшесіне ұнайтын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Бұл рецептің ерекшелігі жұмыртқасыз айранмен жасалынады. Бізге керекті заттар описаниеда болады. Ашытқымызды алдын ала жылы суға қантты қосып, аздап ұнды қосып, апара сияқты жасап оятып аламыз. Ас содасын айранда сөндіреміз және қалған ингредиенттің бәрін бірге қосамыз. Тек мен тұзды, қантты алдын ала айранмен жылы суда ерітіп алдым. Үстінен ұн қосып, содан кейін барып ашытқыны қостым. Сары май немесе сұйық май, маргарин қосуыңызға болады. Қамырды илеп, бірнеше сағатқа көтерілгенше, жұмсақ болғанша қойып қоямыз. Алғашқы илегеннен кейін 30-40 минуттан соң қайтадан ауасын шығарып, бір басып қоямыз қамырды. Бетін целлофанмен жауып, 1-2 сағатқа қойып қойдым. Қамыр өте қатты 2-3 есе көтерілмейді. Өзінің көлемінен 1 есе үлкенірек болып, жұмсақ болған кезде алып сұйық майды жағып, оқтауыңызбен жайып, қалыңдығына қарайсыздар. Егер де қалыңдығы жарты сантиметрде болса, ыстық майға қуып көріңіз. Одан да жіңішке жұқа істеуге де болады. Бұл бауырсақтың жұмсақтығы келесі күнге де сақталып тұрады. Балаларыңыз сізге ресторандағыдай екен деп айтатын болады. Қызып тұрған табада 2 жағы қызарғанша қуыра бересіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса бөлісе кетіңіздер.